Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Ертеде бір әйел өмір сүріпті. Ол күйеуін қатты жақсы көреді екен. Bir күні ол күйеуін қызғанғаннан ауыл ұламасына барып, күйеуім тек мені жақсы көретін қылып, дәрі жасап беріңіз деп өтініш жасайды. Ол мүмкін емес екенін білсе де, ұлама оған дәрі жасап берейін, тек оған тірі еркек арыстанның мойнындағы жүнінен өзің кесіп алып кел, депті. Содан әлгі әйел жүнді әкелуге бел буып, аңшыларға барып, олардан арыстанға қалай жақындауға болады деп сұрайды. Алғашында бұл сөзге күлген аңшылар әйелдің алған бетінен қайтпайтынын көріп, оның бір ғана жолы бар, оған ет беру керек депті. Әлгі әйел күнде орманға ет тасып, алыстан бір еркек арыстанның жеп жүргенін байқап жүреді. Уақыт өте, әйел етті арыстанның көзіне көрініп береді. Кейін жақындап бере бастайды. Арада бір ай өткенде, арыстанға етті өз қолмен бере алатындай деңгейге жетеді. Үйренген арыстанның мойнындағы жүнін қайшымен оп-оңай кесіп алып, зуылдап ғұламаға барады. Әйелдің әңгімесін естіген ғұлама, ондай дәрі жасау мүмкін емес, бірақ арыстанның тілін тапқан әйел күйеуінің тілін міндетті түрде таба алады. Арыстанға не істесең, күйеуіңе де солай істе. Ол аң емес, сені тістеп алмайды. Сүйген тамағын бер, қабағын бағып, көзіне қуаныш сыйла. Сонда сенен басқа ешкімді жақсы көрмейтін болады, деген екен. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.